أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslüman bağırlarım, hürmetli qazılar, Allah Subhanahu ve Teala sizlerden, bizlerden niyetlerimizi inşallah kabul etken olsun. Katı bosap ketpеңіздер, әлі qazılıq safarımız ayaqtalған жоқ. Әлі parız болған tavap var, әлі ziyaret tavabı var. Onu ifade dep de aytad. Odan keyin vacib amalımız Safa men Marvanın arasında sa'i жасаймыз, жүрөмүz, 7 рет айналамыз. Әлі қоштасу tavap var. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala ömür berse Madina қаласына safarımız var. Ғалымдар айтады, нағыз қажылық дейді. Қажылық біткеннен кейін басталады дейді. Сондықтан әлгі керемет бір сөз бар ғой. Үйренген, не дейді? Үйренген дұшпан атыспаққа жақсы дей ма? Қатты шайтанға алданып, бәріміз мына жерге үйреніп алдық. Шайтан да бізге үйреніп алмасын да, жаймендеп бізді азғырып, ұйықтатып, мына жерде ғапылдыққа қайттан тартпасын. Шайтан шебер ғой өте. Күмән, көп күмәнға адамды жетелеуі мүмкін. Тіпті керек болса Алла сақтасын, соншама машақат не үшін деуі мүмкін. Мына бір қара тасты, мына бір 4 бұрышты ғимаратты неге айналып жүрмін? Мына бір тасқан неменеге соншама тас лақтырып отыр? Мына Айдалада Муздалифа дегенде кеше жаттық, не үшін жатырмын мына жерде? Деген сияқты тіпті ой несеуі мүмкін, шайтан шебер тастауы мүмкін да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жұбайы болған анамыз Сафия деген Сафия. Бір күні Рамазан айында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам иътикафта болған кезде Сафия анамыз бір себеппен зияратқа келеді мешітке. Пайғамбарымыз мешітте жатыр. Sonra мешіттің есігінің алдынан шығып тұрады ғой. Сафия анамыз екеуі сөйлесіп тұрған кезде сахабалар, бірнеше сахаба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанынан өтіп баратады. Амандасады да, үндемей екеуі сыбырлап өтіп кетеді да. Сонда қараңыз, Пайғамбарымыз Алланың Хабибулласы, Пайғамбарымыздың Алланың сүйікті құлы, яғни күнәдан маасум болған пенде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салам адамзаттың ардақтысы, яғни пайғамбарлардың сұлтаны десек те болады. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өзін істеп жатыр. Әлгі бірнеше сахабаны шақырып алады да қастарына. Мынау менің жұбайым Сафия, сендердің аналарың мынау Сафия дейді. Түсініңіздер ме жоқ па? Әлгі екі сахаба өтіп бара жатыр ғой. Сәлем берді да, екеу сыбырлап, екеу өтіп кетеді да. Пайғамбарымыз екеуін шақырып алады да, мынау, күмәндарың болмасын, мынау аналарың Сафия, менің жұбайым Сафия мынау дейді. Ана кісілер әрине енді ыңғайсызданады ғой. О не дегеніңіз пайғамбар? Алланың расулы. О не дегеніңіз? Әрине біз түсініп тұрмыз ғой деп тұр ғой. Бірақ бәрібір пайғамбарымыз не істеп жатыр? Пайғамбар бола тұра, шайтан шебер, оның басқа бір сөзі бар, өсиет сөзі бар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Шайтан сендердің бойларында қан тамырлар бар емес па? Содан қалай қан айналатын болса дейді, шайтан да солай жақын айналады сендерге. Жақын соншалықты дейді да шайтан. Күмән тастайды адам баласынан, сөзсіз ба? Шайтан шебер сондай, шайтан несі тіпті керек болса кейде сауапты амал жасатып тұрып та сені азғыру мүмкін да. Күмән тастау мүмкін. Құлшылықта күмән тастау мүмкін. Мысалы біздің елде қазір өкінішке орай осындай бір Алла сақтасын бір шайтани бір күмән бар, жүріп жатыр, айтып жатыр. Енді көп деуге болмайды, бірақ сондай мәселе, проблема бар. Қажылыққа бармаңдар, құрбан шалмаңдар, бұның барлығы арабтардың бизнесі деген бар ма жоқ па осындай? Естіп жатсыздар ма?
Алла тағалам сақтасын. Бұл тіпті егер сақ болмаса, бұл күпірлікке жатады. Бұл Алла діннен шығып кетуі мүмкін. Неге? Себебі қажылық бұл Алланың парыз еткен амалы. Солай ма? Жағдай болған адамға құрбан шалу міндет болған амал. Яғни оны әрине құрбандықты жоққа шығарған адам діннен шығып кетпейді, бірақ қажылықты жоққа шығаратын болса, оған мазақ қылса оны, оған қалай болса солай қараса, жаңында жай қарайтын болса, Алла сақтасын, онда күпірлік болады, діннен шығып кетуі мүмкін. Айтқым келгені, құрметті бауырларым, яғни шайтан шебер, өте ақылды, өте шебер, профессионал шайтан. Профессионал сондай шайтан үйреніп алады, өте сақ болмасаңыз, бәрін орындадым, болды, мені да жақсы екен, основной рүкінді орындадым, енді, может быть, біз анау елді уже ойлап отқан шығарымыз бәлкі. Кейде естіп қалып жатырмын, не қылып жатырмын, уже подаркын қайдан аламыз, сыйлықты қайдан аламыз, әңгіме кетіп жатыр уже. Жолға дайындалып жатырмыз. Солай ма? Жақсы нәрсе ғой. Ойлаңыз, бірақ әлі құлшылық біткен жоқ. Қажылық несі, парыздары әлі біткен жоқ. Яғни әлі гарантия жоқ, біз ана ифада тауабын орындалмаймыз ба? Сіз бұл нәрсеге өте серьезді қарауыңыз керек. Иншалла, бүгін енді бірсыпыра жастар барып орындап келіпті, Алла Тағалам қабыл еткен болсын иншалла. Иншалла біз бәлкім ертең қалғанымыз үшінші күні иншалла не істейміз? Орындап келуге тырысамыз иншалла. Аллаху Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінде 203 аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим, яғни мына мәселеде сұрақ болып жатыр, сұраққа жауап беріп кетейін, сосын основной темаға тақырыпқа кірісеміз иншалла. Вазкуруллаха фи айями мa'дудат. Ей момын мұсылмандар, Алла Тағаланы белгілі күндерде, яғни кешегі құрбан айт күндері бар, оның ішінде ташрик күндері, осы күндер, мына күндер, минадағы күндер, барлық кіріп кетеді соның ішіне. Осы күндері Алла Тағала не істеңдер? Көп зікір етіңдер. Қалай зікір етеміз Алла Тағаланы? Намаз оқу арқылы, истиғфар тілеу арқылы, Құран оқу арқылы, Алла Тағаланың мына нығметін фікір ету, зікір ету арқылы Алланы еске аламыз. Солай ма? Мына шайтанға тас лақтыру, Алланы зікір ету, тауап жасау, Алланы зікір ету, саи жасау, Алланы зікір ету, садақа беру, Алланы зікір ету. Аллаху Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде басқа аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим, фазкуруллаха қияман ва қуудан ва аля джунубикум. Алла Тағаланы естіңдер, зікір етіңдер, көп зікір етіңдер. Қалай? Қияман ва қуудан ва аля джунубикум. Аяқта тұрып, отырып, жатып, жантайып болса да Алла Тағаланы естіңдер, зікір етіңдер. Яғни Алланы еш уақытта естемеңдер, ұмытпаңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахих хадисінде Алланы зікір еткен мен зікір етпеген адамның айырмашылығы дейді, өлім мен өмір сияқты дейді. Алланы ұмытқан, Алланы зікір етпеген адам өлік сияқты, өлексе сияқты дейді. Айтқан кезде, қазақша айтқан кезде өлік адам сияқты. Түсінесіз ба? Алланы зікір етпеген адам мен зікір етпеген адам арасында айырмашылық не екен? Өлім мен өмір арасында айырмашылық бар дейді. Бұл нені білдіреді? Яғни Алла Тағаланы әрқашан зікір ететін, Алланы еш уақыт ұмытпайтын адам, Аллаху Субхана ва Тағала оны істеп жатыр, нағыз тірі адам. Нағыз сол адам. Оның рухы тірі себебі, жаны тірі. Түсінесіз ба? Ішкі жан дүниесі тірі. Өзінің кім екенін біледі. Не үшін бұл мақсат дүниеге келгенін біледі, мақсатын біледі. Қайда баратынын біледі ол адам баласы. Ал қаншама адамдар бар, өзінің өмірге келген не үшін келгенін білмейді. Қарын тойса болды, киім бүтін болса болды, жағдай болса болды, өзінің нәпсін, шахуатын қандырса болды, басқа оған ешнәрсе керек жоқ. Ақырет ойламайды. Ертең өлгеннен кейін өмірін ойламайды. Алланы зікір етпейді. Ол үшін қалтасында ақшасы болса, қарынын тойса, нәпсін қандырса сол жеткілікті болады. Демек, Алланың аяты бойынша, Алланың бұйрығы бойынша осы күндер біз не істеуіміз керек? Алланы зікір етуіміз керек. Әлі бұл күндер бітті ме зікір ететін күндер? Біткен жоқ. Шашты жай жіберіп жатпаңыздар. Жатпау керек, әлі уақыт бар әлі. Аяттың жалғасында фәмән тәәджәлі фи яумайни фәлә исмә алейх. Кімде-кім асығыс болып дейді, осы мына минадағы шайтанға тас ату рәсімін дейді, асығыс болып. 2 күн ішінде өтейтін болса, оған
күнә болмайды дейді. 2 күн ішінде өтіп кетсе, оған күнә болмайды. Яғни ертең және арғы күні. Бүгін біз қанша тас лақтырдық? 7. Ертең қанша тас лақтырамыз? Суғра, вусто және көбіраға. Үшеуіне 7-7-тен істейміз, 7-7-тен 21 лақтырамыз. Одан кейін тағы 21, 21 қанша бұл? 42, 7 қосамыз 49 болады. Осыны айтып жатыр мына жерде. Фәлә исма алей, оған күнә жоқ. Ханафи мазхабында осы ең үлкен дәлел осы, Аллаху субханаху тағаланың өзі рұқсат беріп тұр. Яғни ол адамға 4-ші күн қалмай Меккеге қайтуына болады деп отыр. Түсінесіз ба? Күнә болмайды. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Ал енді 4-ші күнде осында қонып, түнеп, тағы да 21 тас лақтырып, 70-ке толтыратын болса біреуге, оларға да күнә жоқ, оларға да сауап деп жатыр. Түсінесіз ба? Бұл ескертулер, бұл бұйрықтар кімдер? Кімдер үшін? Лиман иттақа. Бұл илахи үкімдерді орындауда асқан мұқияттылық танытатын тақуа жандар үшін бұл. Ваттақуллаха. Ей адамдар, момын мұсылмандар, Алладан шынайы қорқыңдар. Ва'ламу, және біліп қойыңдар. Аннакум илайхи тухшарун. Бір күні Алла Тағаланың құзырына істейсіңдер, тухшарун, жиналасыңдар, қайтасыңдар Алланың құзырына. Махшар Алланың жиналып, Алланың алдына есеп беруге істейсіңдер, қайтасыңдар деп жатыр. Демек, осы сұрақ жан көп қойылды. Мен сіздерге қысқаша жауап беріп жатырмын. Иншалла біздің қазақстандық қажылар да осы аятқа, Пайғамбар саллаллаху хадистеріне, ғалымдарымыздың фатуаларын сүйене отырып, иншалла осы 49 тасты лақтырып, иншалла бисмиллах деп Мекке қаласына қайтамыз иншалла. Қазір айтайын деп отырған тақырыбым, иншалла қысқа нұсқа айтып кетуге тырысам қолдан келгенше. 5 өте маңызды мәселе айтқым келіп отыр. Жүректің дерттері. Мына жүрек бар ғой, жүрек. Иманның отаны, ордасы осы жүрек па? Осы жер. Осы жерге бәрі жиналады. Иманның анықтамасында біздің ғалымдар не дейтін еді? Әл-иману тасдиқун бил қалб. Жүрекпен не істеу? Бекіту. Не нәрсені бекіту? Аллаға деген иманды бекіту жүрек. Және періштеге деген иман, пайғамбарларға деген иман, сосын кітаптарға деген иман, ақырет күні иман, және тағдырға иманды жүрекпен бекітуді не істейді? Иман дейді. Және тақрирун бил лисан. Және тілмен сол нәрсені істеуің керек сен, тағы да айтуың керек, подтверждать етуің керек. Жүрекпен иман келдің, жүрекпен сендің, тілмен ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп айтуың керек. Екі нәрсе қатар болу керек. Сонда оның анықтамасы толық болады дейді біздің ғалымдарымыз. Әхлі сүнна вәл жамаа. Яғни бұл жерде айтқым келген не? Иманның отаны жүрек. Күнә да осы жерге жиналады, сауап та осы жерге жиналады. Мына жүрек таза болса, бүкіл дене сау болады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Естерінде болсын, мұқият болыңдар, абай болыңдар деген мағыналар бар. Ва инна фил жасади мудға. Мына денеде бір жұдырық ет бар дейді. Бір жұдырық ет бар. Абай болыңдар, сақ болыңдар, естеріңе саламын. Адам баласының денесінде бір жұдырық ет бар. Ида салахат салахал жасаду күллу. Егер сол бір жұдырық ет сау болса, бүкіл дене сау болады. Ва ида фасадат фасадал жасаду күллу. Ал сол жүрек, ал сол жаңағы бір жұдырық ет сау болмаса, ауру болса, бүкіл дене ауру болады. Әла вахиял қалбу. Ол жүрек деді. Демек, бүкіл мәселе, руханияттың барлығы, иманның барлығы осы жерге байланысты ма екен? Я, осы жерге байланысты екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тақуалық жайында айтқан кезде ат-тақуа ха-хуна, ат-тақуа ха-хуна деп 3 рет айтқан. Тақуалық мына жерде деп айтқан. Дұрыс па? Абай атамыз не дейді? Жылы жүрек дейді, нұрлы ақыл дейді. Осыны керемет өзінің қара сөздерінде баяндайды. Жылы жүректен мақсат сол әлгі иманға толы, тақуалыққа толы, Құдайдан қорқатын жүректі айтып отыр. Ал енді имам Ғаззали рахимахулла осын керемет сипаттайды. Мына жүрек дейді, диненің патшасы дейді. Ал ақыл оның несі? Жүректің патшаның уәзірлері. Жүрек таза болса не істейді? Ақыл да не істейді? Білген істей алмайды. Жүректің айтқан істеу керек қой енді. Жүрек таза болса, онда нұрлы ақыл не істейді? Тек қана Алла Тағаланың айтқанын жасайды.
Ал жүрек күнәға толған болса, жүрек деген қарайған болса, онда Алла сақтасын. Мына ақыл не істейді о кезде? Мас болады, мас. Білген істейді. Ақыл өз-өзін жоғалтады. Болды. Өткен не істеп жатыр? Патша кетті мына, сұлтан кетті мына жерде. Енді бес дұшпан біз үшін үлкен дұшпан да. Енді бұдан да көп қой. Негізінде ғұлама ғалымдарымыз кәбәйір, үлкен күнәларды, субханалла, жүздеген, мыңдаған неге жеткізген? Санын айтып жатыр. 70-тен бастайды, 500-ге шейін жеткізген ғалымдар бар. Мен соның ішіндегі ең осы күнделікті жиі даже тіпті керек болса, осы Мина жазығында жүріп, кеше тіпті Музалифада отырып, осы қателіктер жеп жатқан бауырларымыз байқап жатыр. Мен қолымнан келгенше ескертіп жатырмын. Яғни осындай қасиетті жерде жүріп тіпті керек болса, Алла сақтасын Меккеде, Каабаның жанында жүріп, Алла сақтасын осы үлкен харам істерге, күнәл істерге барып жатқан бауырларымыз байқап қалып жатырмыз. Біз қолдан келгенше ескертіп жатырмыз. Бәлкім білместік шығар, бәлкім надандық шығар деген сондай бір кешірмен қарауымыз керек, солайда қарап та жатырмыз. Бірақ мұсылман, ақылды мұсылман не істеу керек? Басын жұмыс ету керек, ойлану керек. Білмесе сұрау керек. Солай ма? Білмесеңдер дейді Алла Тағала? Білім иелерінен сұраңдар дейді. Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'лабун. Егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деп жатыр. Сен яғни сылтап айта алмайсың, мен білмей қалдым ғой, тұрғы алдың қасынан сұрамайсың ба? Ертең Алла Тағала сенен, білмей қапсың ғой деп сен кешіре салмайды. Неге сұрамадың? Сана имамды қойып қойдым қасыңа. Ана ұстазды қойып қойдым қариды қасыңа. Неге сен сұрамайсың одан? Мен саған мүмкіндік бердім ғой. Дей ма? Дейді ертең. Бірінші дұшпанымыз бауырлары өсек. Өсек айту. Өсек айту деген не деген сөз? Біреудің сөзін басқа біреуге тасу деген сөз. Солай ғой, я? Әй, анау пәленбай деп жатыр. Анаған тасыйсың. Алла сақтасын. Ол не болады? Өсек болады, бұл харам болады. Мұсылман не істей алмайды? Еш уақытта өсен айтпау керек. Ла ядхулул джанната наммам дейді пайғамбар. Бұл енді ауыр сөз негізі түсінгенге, өте ауыр сөз. Жәннатқа кімдер кірмейді деп жатыр? Ла ядхулул джанната наммам, өсекшілер жәннатқа кірмейді. Өсекшілер не істейді деген? Жәннатқа кірмейді деген бауырларым, Алла сақтасын. Иннама юаззибани ва ма юаззибани фи кабир бала иннаху кабир. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи басқа бір хадис. Бір күні Пайғамбар саллаллаху бір қабірдің жанынан өтіп бара жатырып, субханалла, мына жерде екі адам азап шегіп жатыр дейді. Қасындағы сахабалар сұрайды, не себепті азап шегіп жатыр деген кезде, расында бұлар үлкен күнә жасаған жоқ дейді бұлар. Бұлар екі ғана күнәлары бар дейді жасаған дейді. Біреуіне өсек тасыған үшін азап шегіп жатыр дейді. Екіншісі мына дәретіне, зәріне мұқият қарамағандығы үшін не істеп жатыр? Азап шегіп жатыр дейді. Имам Бұхари рахимахулла жеткізген хадис. Қандай күнә екен біріншісі? Өсек, екіншісіне өзінің зәріне немқұрайлы қараған адам. Демек, құрметті мұсылман бауырларым, өсек айту харам дінімізде. Мұсылманның не істеу керек? Оған ұнасын, ұнамасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, ғайбатқа байланысты. Егер дейді, мен жамандаған адамның бойында шынымен де сол жаман қасиет болса, не болады деген кезде? Не дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи? Мысалға, бұл кісіні жамандады біреу, шынымен де сондай бір жаман қасиет бар бойында. Онда не істедің сен? Ғибат жасадың. Ал болмаса ше, онда оған жала жапқан боласың да, түсінесіз ба? Яғни қай жағынан болса да сен құтыла алмайсың. Қай жағынан болса да ол харам, күнә болады саған, түсінесіз ба? Екінші дұшпан, екінші үлкен проблема өтірік, харам нәрсе. Мұсылман зина істеу мүмкін ба? Ей Расулулла деген кезде пайғамбарымыз я дейді, зина істеу мүмкін дейді. Бірақ өтірік айту мүмкін ба деген кезде жоқ дейді. Өтірік айту мүмкін емес дейді. Шындығында зина істеу бұл оңай күнә ма? Жоқ, оңай күнә емес, Алла сақтасын. Бұл үлкен күнәлардың қатарынан, бірақ өтірік айтуды пайғамбарымыз
ерекше осыны естеген атағанда, яғни өтірік айту мұсылманның мүмкін емес. Абсурд нәрсе, өтірік айтпау керек мұсылман. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құран-ы Каримде енді көптеген ондаған аяттар бар. Соның ең мәшһүр аяты, ғалымдардың көп айтатыны Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну ма'ас-садиқин. Ей иман келтірген мұсылмандар, не істеңдер? Алладан лайықты түрде қорқыңдар. Алланың әмірін бұлыспай орындаңдар. Бұйырған, тыйған тыйымдардан не істеңдер? Тыйылыңдар. Өсек айтпау да Алла Тағалаға бойұсыну. Түсінесіз ба? Ол да тақуалықтан. Өтірік айтпау да тақуалықтан да, түсінесіз ба? Және ва куну ма'ас-садиқин. Алла Тағала мынаны екеуін бөліп қарастырып жатыр. Және садықтармен, шыншылдармен бірге болыңдар деп жатыр. Шыншылдармен не істеңдер? Бірге болыңдар. Бұл нені білдіреді? Өтірікшілерден қашыңдар. Өтірікшілермен отырмаңдар. Шыншылдармен бірге, адал, әділ адамдармен бірге не істеңдер? Өмір сүріңдер, бірге болыңдар. Аятул мунафиқи саласа. Мұнафықтың белгісі үшеу дейді пайғамбарымыз. Мұнафық деген кім? Тілімен иман келтірдім деп айтатын, бірақ жүрекпен Аллаға сенбейтін адам. Алла сақтап айтқан кезде кәпір адам. Тілмен мен иман келтірген мұсылман деп айтуы мүмкін, бірақ жүрекпен Аллаға иман келтірмей. Түсінесіз ба? Бұл мұнафиқ дейтін себебі сол, себебі ол жасырады. Күпірлігін жүрегінде жасырады. Күпірлігін қайда жасырады? Жүректе жасырады. Иза хаддаса казаба ва иза ва'да ахлафа ва иза тумина хана. Үшеуде де белгісі, біреуіне сөйлеген кезде өтірік айтады. Уәде берсе уәдесіне тұрмайды, аманатқа қиянат жасайды. Осы проблема бар ма біздің қоғамда? Өкінішке орай бар. Мұнафықтың деп жатыр бауырларым, бұл өте ауыр сөз, Алла сақтасын. Яғни әрине мынандай да бір проблемалар кезде кездесіп қаламыз иман болғаннан кейін. Кейде бір кісі бір өтірік айтса, аузбилля мұнафиқ деп айтып жатқан кісілерді талай көргенбіз. Олай айтуға болмайды. Сен қанша белгісі болса да, оған мына мұнафық адам деп біреуге де өзіне де айтуға болмайды. Сен ол мәселені сен сот болып сен шешім бере алмайсың, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз тек не істеп жатыр? Бізді сақтандырып жатыр. Мына белгілерден сақ болыңдар деп жатыр. Сен біреуді мұнафық қылып, біреуді кәпір қылып, біреуді момын қылып, біреуді мұсылман қылып, сен кімсің? Сен не істе қолынан келгенше, оны сол харамнан тоқтатуға тырыс. Күнәдан тыюға тырыс. Ей, бауырым өтірік айтпа. Ей, бауырым ғайбат айтпа. Тоқтат. Тоқтамаса кетіп қалу үшін бол. Екі-ақ нәрсе. Тоқтатуға тырыс қолынан келгенше. Иманның күштілігі нені білдіреді дейді пайғамбар? Бір жаман нәрсе көрсе, харам көрсе, қолмен тоқтатасың. Болмаса, тіліңмен тоқтатасың, болмаса, жүрекпен соған қынжылып ренжисің дейді. Бірақ бұл иманның төменгі ең әлсіз дәрежесі дейді мынау. Жүрекпен қынжылу. Әрине бұл енді тағы білдірмейді. Ойбай, басын жарам қазір. Иманым күшті деп басын жару болмайды. Әр нәрсенің өзінің орны бар, хикмет бар. Сен не істеуің керек олармен? Күресуің керек немен көркем түрде. Тіпті керек болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұйырған әмір мүшриктермен де мұнафықтармен не істеген? Көркем түрде күрестеген Алла Тағала пайғамбарды ескерткен. Важадилхум биллати хия ахсан дейді. Өте көркем түрде не істе оларға мужадала жаса олармен дейді. Демек, құрметті мұсылман бауырларым, екінші дұшман, екінші үлкен харам нәрсе не екен? Өтірік айту екен. Ал енді оның жаңағы мысалын қарасаңшы енді, мұнафықтың Алла сақтасын, Алланың жек көретін, тозақта мәңгі бақи қалатын адам ғой мұнафық деген. Соның бір белгісі не екен? Өтірік айту екен. Осы жерде енді айта кетуім керек енді, құрметті бауырлар, енді бүгін сондай бір қатты бір шошитындай, біреуді сөгетіндей мәселе емес, бірақ мына Қағбаға барған кезде негізі бұл дұрыс нәрсе емес. Яғни ана ихрамды шешіп, ихрамдан шыққаннан кейін қайтадан сол жаққа бір Қағбаның жанында айналу үшін үстіне ихрамды киіп алған дұрыс емес. Неге десеңіз, қай жағынан қарамасаңыз да, жаңа бір бауырларымыз айтып жатыр, енді ол Саудияның өзі, осы патшалықтың өзі не істеп жатыр, ана коронавируске байланысты басқа саяси мәселе ғой бұл. Олар да өтірік айтып жатыр, біз де өтірік айтамыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен өзім өтірік айтып жатырмын деп есептеп жатқан жоқпын деген сияқты неше түрлі сөздер айтып жатыр да. Қай жағынан қарасаңыз дұрыс болмайды. Неге десеңіз,
Мынандай бір бауырымыз бір уәжін айтты. Соны тыңдап едім, шынымен де адамның ақылына сыйымды да. Мысалға, сол неден Қазақстаннан келіп умра жасауға Рамазан айында келген екен. Рамазан айында өзінің шешесін, апаларын алып келген да. Рамазан айында білесіз, адам көп болады ғой. Адам көп болады. Енді Сауд Арабия патшалық әкімшілігі не істеп жатыр? Ана пандемия болсын, басқа себептермен, қандай себеп болмасын. Ана жерде не істеп жатыр? Кішкене тәртіп сақтап кіргізбей жатыр. Тек қана бір рет қана жасауға рұқсат беріп, қалғандар не істеп жатыр? Екінші, үшінші дозаға жіберіп жатыр да. Сөйтіп, ана келген кезде не істеп жатыр? Көп адамдар баяғы екінші рет былайша айтқан кезде үстіне ихрам киіп алып, шындығында ихрамға кірген жоқ ол. Ихрам киімін киіп алып не істеп жатыр? Қайтадан Қағбаның айналасына кіріп жатыр да. Ал әскерлер сол неде ойлап жатыр, сол жақта әкімшілік оны, бұл умра қажылығына келді, ихрамдағы адам бұл деп кіргізіп жатыр да ішіне. Сонда қарап отырсаңыз, көп адамдар байқадық. Мен Қазақстанда жүрген кезде Рамазан айында осы сұрақ маған көп келді. Осылай, Имеке, ұстаз, осылай қылып жатыр, солай кіре берсек бола ма, мұнда бәрі сөйтіп кіріп жатыр екен деген сияқты. Сонда ұстаздар, үлкен ұстаздардан сұрадық. Сонда ол кісілер айтты, бұл дұрыс болмайды деді. Бұл кішкене өтірікке жақын болып қалады, бұл дұрыс болмайды деді. Неге десеңіз, яғни жаңағы әскер адамдар сізді не істеп жатыр? Не үшін кіргізеді сені? Өткен сені ойлап жатыр, шынымен ихрамға кірт деп ойлап жатыр да. Яғни ихрам киімін кию, ихрамға кірт деген сөз емес. Оның кешесінде түсіндірдік қой. Ихрамға кіру үшін не істеу керек? Мына екеуін кигеннен кейін не істеу керек? Ниет қылу керек. Ниет қылу керек. Аллахумма лаббайк Аллахумма хаджан, немесе умратан деп ниет қыласыз, және артынша лаббайк Аллахумма лаббайк деп тәлбие айтасыз. Сонда сіз ниет жасаған боласыз, ихрам халіне кірген боласыз, түсінесіз ба? Сонда әлгі Рамазан айында келген қаншама адамдар не істемеген, әлгі әрі қарай кіре алмай қалған екен. Сонда неге деген кезде көп адамдар жаңағы екінші, үшінші рет кіріп кеткен ғой қайта-қайта. Сонда екінші мәселе, сонда ұстазымды сұрап көрген кезде жаңағы мәселе айтып жатыр да, басқа адамдардың обалына кіріп кетеді ғой деп. Түсінесіз ба? Сол Қазақстанда жүрген кезде, ұстазын сұраған кезде осы мәселені айтып еді. Бүгін осы Минада, осы жерде отырып жаңа тағы бір бауырымның дәл сол мәселені тағы естідім да. Өзінің жаңа үлкен аналар келіп кіре алмай кетіпті да. Үшінші, екінші этажда айналуға тура келген. Ал енді үшінші, екінші этажда айналса, ол ұзақ айналып кетеді. Ол ұзақ болып кетеді. Ана ішінде болса жақын болады, түсінесіз ба? Бір жағынан Қағбаның жанында. Ол енді ерекше болып тұрған жерде еді. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырларым, әрине бұл қатты сөгетін, сондай ойбай, діннен шығарып, ойбай харам деп жаңағы ренжитін нәрсе емес, бірақ бұл жат нәрсе, дұрыс нәрсе емес. Яғни бұл нәрсеге бармау керек. Түсінікті? Екі дұшпан, екі проблема айттық. Бірінші, өсек дедік, екіншісі, не екіншісі? Өтірік айту, харам дедік. Үшінші, мақтан шақтық. Али Ақсақал, Али Қажы. Сіз қажы болдыңыз ғой. Кеше біреу айтады маған. Бүгін ғой деймін. Қажы болдық па дейді. Мен айтам, енді қажы болған жоқсыз әлі тауап бар, басқа бар. Әрине, қажы болдық деген сөз ниетке байланысты бұл жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, иннамал аъмалу бинният дейді. Әрбір амал ниетке байланысты. Яғни қажылық парыздарын өтеп біттім деген мағынада сондай ниетте қажы болдық деп айтуға болады, проблем жоқ. Бірақ ертең қонаққа барған кезде, төрге отырғызған кезде, мыналар маған бір қажы деп айтпа деп мына кісілер. Соншама қасиет жерден келіп отырмын, үстінде аппақ киіммен келіп, басымда сақалым бар, соншама абыроймен келіп отырмын, мына бір қажеге деп айтпа деп мына кісілер. Деген сияқты бір жүрегіңізден кішкентай бірдеңе кетсе бар ғой, Алла сақтасын. Аллаху субхану ва тағала қаншама $6,000 кетті ма, $7,000 кетті. Құрбан шалдың $200. Қанша машақат, аяғыңыз істеп кетті, мазол болып кетті, терледіңіз, күнге күйдіңіз. Алла сақтасын, бәрі күйіп кетеді. Егер рия болса, мақтансаңыз, мені қажа атансын дейтін болсаңыз, кеттіңіз онда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла тусаир хаддака лин-наси ва ла тамши фил-арди мараха. Инна Аллаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Мақтаншақтың астарында не бар негізінде? Тәкаппарлық бар. Менменшілік бар жағы, менменсінбеу, яғни жүрегіне көкірегіне ампысу ғой былайша айтқан кезде. Кім мақтанады? Тәкаппар адам мақтанады. Түсінесіз ба? Ешкімге мұрныңды шүйірме дейді. Мұрныңды шүйірме деген сөз, мұрның астынан қарама керек. Өй, балақай, мен білесің ба, пәленбай рет қажылыққа барып келген мен. Деуге болмайды, Алла сақтасын.
Жер бетінде кердіңдеп жүрмеңдер, жер бетінде талтаңдап жүрме. Қандай машина мінсең де, қандай атағың, мансабың болса да, қарапайым бол. Шүбәсіз Алла тағала дейді, кеуде керіп, менсіген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпайды, жақсы көрмейді. Ла юхиббу, жақсы көрмейді Алла тағала. Енді Алла тағала бауырларын жақсы көрмесе бар ғой, онда құрыдық онда. Алла тағала разы болмаса, Алла тағаланың ашу болса бізге, онда Алла сақтасын. Төртінші, біздің дұшпанымыз бауырлар. Бұл жалқаулық, еріншектік. Біраз шаруа атқарып қайттық. Ең кешке шейін жатайық. Бұлай болмайды, мұсылман бұлай жасай алмайды. Мұсылман шаршады, кішкене демалып алады да қайттан істеу керек. Қайттан ары қарай кету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Уад-Духа сүресінде Алла тағала не істейді, оған бұйрық береді. Аллаху субханаху ва тағала бұны үйретіп отыр, пайғамбар бізге үйретіп отыр. Мұсылман еш уақытта не істей алмайды, жалқау бола алмайды. Мұсылман жалқау болмау керек. Пайғамбарым не қылайды? Бір мұсылманның, нағыз мұсылманның бүгіні мен ертеңі тең болса, бірдей болса, ол хусран, ол зиянда дейді. Мұсылман не істеу керек әрқашанда? Дамытып отыру керек, құлшылығын көбейтіп отыру керек. Ең жоқ дегенде, ең қайырлы амал аз да болса, әрдайым үнемі болған амал дейді пайғамбар. Аз да болса, түсінесіз, аз да болса. Бүгін пәленбай 100 рет истиғфар ертең 1000 рет жасағаннан гөрі күнде 100-ден истиғфар жасасаңыз, иншалла бұл не болады? Абзал болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жалқаулықтың соншалықты зиян екендігін біздерге баяндау үшін пайғамбарымыз тіпті керек болса не істеген? Дұға жасаған. Аллаға жалбарынған. Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал. Я жаратқан Алла тағала, мен өзіңе әлсіздіктен және жалқаулықтан саған сыйынамын деген екен да пайғамбар. Әлсіздіктен және жалқаулықтан сыйынамын деп отырды, қараңыз. Неге? Себебі жалқау болған адам не істей алмайды? Ол құлшылық жасай алмайды. Жалқау болған адам не істей алмайды? Біреуге пайдасын тигізе алмайды, отанына пайдасын тигізе алмайды. Түсінесіз бе? Отбасына пайдасын тигізе алмайды, өзін дамыта алмайды. Жалқау адам тек қана ішеді, жейді, жатады бол, ұйықтайды бол. Оған бір-ақ нәрсе керек. Дәретхана мен асхананың ортасы керек болды. Дәретхана мен асхананың ортасы. Асхана тамақ жейді, соңында дәретханаға барады. Ортасында шахуатын қандыру мүмкін, ұйықтауы мүмкін, білген істеу мүмкін, соңында қайқа барады, дәретханаға барады болды. Ішкені, құйымшақтан шықса болды. Алла сақтасын. Мында бір керемет бір дана сөз бар. Әл-әхмақу яишул я'кула вәл-ақилу я'кулул яиша деген керемет бір сөз бар да. Ақмақ дейді, тек қана жеу үшін өмір сүреді. Есіл-дертіне оның дүние, тамақ бол. Қарын тойдырса бол. Ал нағыз ақылды дана адам, ақылды адам не істейді ол? Өмір сүру үшін ғана жейді. Ол үшін ақша, ол үшін дүние, ол үшін көлік, машина, үй барлығы тек қана істеу. Мақсат не оның не? Дүние ма? Жоқ, дүние емес. Мақсаты жәннат, мақсаты Алланың разылығы, мақсат елге қызмет жасау, пайдалы болу. Қалғанның барлығы себеп, құрал тек қана, құрал ретінде қарайды да бұл, түсінесіз ба? Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеген екен, бауырларым, я Алла тағала әлсіздіктен және жалқаулықтан саған сыйынам деп отыр, қарасаң, сыйынам, я Алла саған сыйынам. Шайтаннан сыйынам дегенде ғой айтқан кезде. Себебі жалқаулық бұл дұшпан, біз нағыз дұшпанымыз біздің. Жалқаулық болған жерде Алла сақтасын. Не істейді? Пайғамбар саллаллаху сахих хадисі бар. Таң намазында ұйықтап атқан кезде егер дейді. Тұрмаса бар ғой таң намазына. Төбінде тұрып оның не істейді? Құлағына дәрет сындырады дейді. Шайтан не істейді екен? Жалқаудың таң намазын тұрмаған мұсылманның құлағына дәрет сындырады тіпті керек болса. Яғни әбден білгенсе мазақ қылады ғой айтқан кезде. Ал тұратын болса ше, тұрған кезде бір несейді, түйін, үш түйін болады, соның бір түйін шешіледі. Дәрет алған кезде екінші түйін шешіледі, намазға тұрған кезде үшінші түйін шешіледі, қараңыз. Демек, ұйқыда жатқан кезде шайтан істейді, бізді байлап тастайды. Үш түйінмен тұрсаң, тәтті ұйқыны бұзып, не істейді? Бір түйін шешіледі. Дәрет алсаңыз екінші түйін шешіледі, намазға тұрсаңыз үшінші түйін шешіледі болды. Бұл адамның сол күні дейді, не істейді? Берекелі өтеді дейді. Сергек болады дейді сол адамның күні.
Ал кімде кімнің несі таң намазымен тұрмай ұйқымен өтетін болса, ауру сияқты, кәдімгі сал ауру сияқты не болады? Күні берекесіз, сондай денесі ауыр болып өтеді дейді күні. Бұл сахих хадис айтып жатырмын сіздерге. Демек, жалқаулықтың зияны өте көп та, шектен көп. Бесінші, мал шашу, ысырапқорлық, бауырлар. Бесінші дұшпанымыз бізге зиян нәрсе не екен? Мал шашу, мал шашпақ. Аллаху субхану ва тағала шындығында біздерге жесін, ішсін деп осыншама нығметті берді ғой. Бірақ не істеуіміз керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху субхану ва тағала бұйырады: «Вакулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин». Жеңдер, ішіңдер, бірақ не істемеңдер? Исраф етпеңдер, шашып төкпеңдер. Исраф деген не? Қажетінен тыс не істеу, жұмсау ғой, шашу ғой. Кішкене жедіңіз, тойдыңыз, қалған не істемеңіз, ысырап қылмаңыз. Алла кешірсін, енді мына бізден бір не бар ғой, қамырдан жасалған нан тұр ғой. Енді біз оған үйренбегендіктен ба жей алмай жатырмыз. Дұрыс піспеген сияқты біздің қамырлар өздері жақсы жейді, бірақ біз оны жей алмай жатырмыз да. Иншалла, енді білмеймін, малға беретін шығар, итке беретін шығар, бірақ солар негізі ысырап болып жатыр. Алла өзі афу еткен болсын. Біз енді жей алмаймыз, үйренбегенбіз. Сондықтан да қолымыздан келгенше не істеуіміз керек, бауырлар, исраф жасамауымыз керек. Біздің елде мынау тойда да исраф болып жатыр, жаназада исраф болып жатыр. Солай ма? Жаназада. Анау жылқы сойды ғой, мен жылқы соймайын ба? Ертең маған айтпай ма? Өй, соншама әкең айтқанда, мына бала бір жылқы соймады, жылқы сой алмады деп ертең өсек қылады ғой дейді. Қалтасында бір тиын ақшасы жоқ. Осындай проблема бар ма бізде? Бар, өкінішке бар. Сиыр сойып жатыр. Ана қой бөлек, одан қойдан бөлек ол. Ей, айналайын-ау, сен өзің жағдайыңа қарасайшы. Алла тағала разы бола ма деп қарау керек та, оған адам емес. Түсінесіз ба? Алланың разылығын ойлау керек. Әрине сен енді қолынан келгенше әйтеуір тыраштанып амал жасап жатсың ғой, бірақ енді сен шектен шықпасайшы. Жылқың қанша тұрады, қойың қанша тұрады? Бір қойыңмен палау жасап, сол садақаны өткізуге бола ма? Болады, мысалға айтайын. Бір қойыңыз айтайын 80 мың теңге. Бір жылқыңыз 500 мың теңге. Соны кредитке алып, кредиттің өзі бөлек харам амал. Соны харамды жасап, ысырапты жасап, Алла сақтасын енді. Алла кешірсін енді. Қай жағынан қарасаң да, оңынан да, солынан да харам істеп жатыр да. Одан да, сол талай, субханалла, иман болғасын, мынандай оқиғаны мен куә болдым. Әке шешесі екеуі, шешесі де, әкесі де аварияға түсіп екеуі қайтыс болып кетті. Мен Степногорск дейтін қалада қызметте болғамда, сонда ұстаздық қызметте жүрген кезде, артындағы бала шағасы жетім қалды, жетім. Сонда субханалла, қарасаң, соның енді жаңағы артында қалған туыстары ғой, жылқы сойып жатыр да. Сонда жылқыны қалай сойып жатыр деген кезде сұрақ келді маған. Мен сұрадым, қалай? Жағдайлар бар шығар мүмкін десем, қайдағы жағдай дейді, жағдай жоқ, жетім балдар, жағдай өте нашар туысқандарының. Қарызға банктен кредит алып жатыр дейді. Одан да мен сонда айтып жатырмын, айналайын-ау, бауырым-ау, ана 600-500 теңгені аудан жетімнің шотына салсайшы одан да. Солай ма? Егер сен тасып баратсаң, ақшаң кетіп баратса, ана жетім кім ертең асырайды ертең ана? Дұрыс па? Өзі қарыз. Кредит алып ол харам жасап жатыр. Тағы да ертең оны төлеу керек қой енді. Алу оп-оңай ғой, алған кезде, ләйлім, ертең оны беру керек қой, ертең оны. Қаншама Алла сақтасын. Ол оңай шаруа емес қой. Сондықтан исраф жасау, Алла тағала бұны тыйым салды шариғатта. Алла тағала жемеңдер, ішпеңдер, киінбеңдер, машина мінбеңдер деп жатқан жоқ. Ішіңдер, жеңдер деп жатыр. Алла тағала нығметтерін пайдаланыңдар. Бірақ не істемеңдер, шектен шықпаңдар. Алла тағала шектен шығушыларды ла юхиббул муътадин, басқа айтады. Шектен шыққандар не істейді? Жақсы көрмейді. Ла юхиббул мусрифин, исраф етушілерді жақсы көрмейді. Түсінесіз ба? Сондықтан қолдан келгенше үнемді болу керек, үнемдеп отыруымыз керек. Үйде тамақ жегенде де, холодильниктің ішінде де не істеу керек? Қалай болса солай толтырып, әлгі тамақтың бәрін ысырап жасауға болмайды. Бір ұстазымыз айтып беріп еді, қазіргі мұсылмандардың дейді,
егер холодильниктің ішін жартысын дейді, жартысын, бәрін емес, жарты тамақтың бәрін бөліп алсақ дейді, әрбір мұсылманның үйінен дейді, қазіргі заманның мұсылмандарын, бүкіл Африкадағы жетімдердің бәрін қарнын тойдыруға болады дейді да. Қатты ашынып кеткен ғой енді. Қазіргі мұсылмандардың сондай исрапқорлығы, жағдай болсын, болмасын, холодильник деген шектен тыс не болады? Толып тұрады, не болса соны ала береді. Киім де сондай болып кетті ғой қазір, киім. Баяғыда біз, енді үлкендер жақсы біледі, үлкен ағамыздың киген киімін інісі киеді, одан кейін оны киеді, одан кейін біз кидік қой соны. Субханалла. Сонда көшіп жатырмыз, киімдер сыймайды. Шкаф, екеу, үшеу тұр шкаф, сыймайды жаңағы. Неге сыймайды? Сонда бір апамыз айтып жатыр да, шырақтарым кезінде үйде бір советский бір сервант тұрушы еді дейді, болды. Үйде 10 бала бар, бір шкаф қана бар да болды. Бір шкаф, 10 бала бар. Сонда немене сонда қалай сыйып кетіп жатыр деген кезде, жаңағындай ғой, кезек-кезек анаң киімі, анаң жаңа шалбары, мынаның көйлегі кезек-кезек киеді да. Әрине, қазіргі заманда енді жақсы ағаңдың киімі ақ қойшы енді, бірақ бір көйлек емес, 10 көйлек та қараңыз. Бір футболка емес, 10 футболка ауыстырып киіп жатыр да. Бұл исраф нәрсе, исраф. Өте қатты шектен шықпауымыз керек, бауырлар. Аллаху субхану ва тағала басқа аятта, Бисмиллахир-рахманир-рахим, иннал мубаззирина кану ихвана шаятини ва кана шайтану лираббихи кафура. Сөзсіз дейді, орынсыз мал сарып қылғандар шайтанға бауыр дейді. Алла сақтасын. Мал сарып қылғандар шайтанға бауыр. Менің айтып отырғаным ерунда ғой жаңа, тамақ, киім дегендер. Қанша мұсылмандар бар, қанша адамдар бар, миллиондап, миллиардтап шашып атқандар бар да. Мына жерге келмейді, Меккеге қажылығын орындай алмайды, бірақ Дубайда, Құдай білсін не білсін, Анталия, біз білмейтін неше түрлі мемлекеттер бар ғой, біз білмейтін, аты да өзі қиын өзі. Сол жақта тайраңдап, шашып жүрді ақшаның барлығын. Бірақ ертең тоқтайтын күн келеді, сұрайтын ертең. Спрос болады ертең барлығына. Қазақта сөз бар, судың да сұрауы бар дейді. Судың да сұрауы бар ертең. Сен миллиардтарына ақшаң былай тұрсын, қарапайым қара судың да ертең сұрауы болады да. Сол себептен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қыл дейді? Ағып атқан судың өзінен істемеңдер, исраф қылмаңдар дейді. Ағып атқан су исраф болуға рұқсат бермейді. Бұл нені білдіреді? Өте исраф жасамауда өте сақ болуды білдіреді да. Ал шайтан дейді, Раббысына тым күпірлік етуші. Исраф етушілер не істейді? Олар мал сарып қылғандар, орынсыз мал сарып қылғандар шайтанға бауыр болатын болса, ал шайтан Алла Тағала не? Раббысына тым күпірлік етуші дейді да. Демек, құрметті мұсылман бауырларым, енді айта берсек, мұсылманның жауы көп. Шайтан шебер осындай өсекті, өтірікті, мақтаншақтық, тәкаппарлықты, бұның барлығын жасатын сол шайтан ғой. Бірақ енді шайтан ғой деп шайтанға іліп қойып отыруға боламыз бізге? Жоқ. Біз күресуіміз керек та. Амал жасауымыз керек, талпынуымыз керек. Шайтан шебер, ол бос отырмайды. Біз не істеуіміз керек? Бос отырмауымыз керек. Біз де не істеуіміз керек? Онымен күресуіміз керек. Аллаху субхану ва тағала иншалла, құрметті мұсылман бауырларым, қандай ниетпен келген болсақ, сол ниетпен иншалла елімізге аман есен қайтайық. Әлі тағы да ескертейін, әлі толық қажылықтың парыздары өтелген жоқ. Босаңсымаңыздар, қатты босап кетпеңіздер, көп жатып ұйықтап қоймаңыздар. Алланы көбірек зікір етейік, құлшылығымызды көбейтейік. Иншалла, жаңа айттым ғой, нағыз қажылық ертең қажылық біткеннен кейін басталады деп. Ертең елге барған кезде қажы атану емес, мына кісі қандай керемет өзгерген мынау. Қараш, қандай керемет нұрланып келді мына кісі. Өтірік айтпайтын бопты, өсек айтпайтын бопты, ғайбат айтпайтын бопты мына кісі. Мына кісі ашуланады еді, бұрын деген қалай болсын, не болсы соған. Өте сабырлы болып қапты мына кісі. Бұрын жаңағы бос отыра беретін еді, қазір бос отырмайтын бопты. Давай деп жаңағы діннің қызметіне жүгіретін бопты қазір деген сияқты сондай күйде болу керек қой. Сондай өзгерісте болуымыз керек.
бір қажы елге барған кезде нұрланып барып, иншалла айналасына адамды әсер ету керек қой. Тәсір ету керек. Сенің туысқандарың таңғалып, субханалла, мына кісі егер туыс яқылар өзгерген болса, демек мен де өзгереді екенмін ғой деу керек қой. Сізге қарап не істеу керек? Ғибрат алу керек. Ал енді керісінше болса ше, Алла сақтасын. Керісінше болса, Алла Тағалам кешірген болсын, онда сіздің де қажылығыңыз босқа кеткен болады. А елдегі адамға не боласыз тағы да? Сөзге қаласыз. Жаманатты боламыз. Кір жағамыз дінімізге. Дін Алланікі әрине, дін Алла Тағалам қорғап қойған, оны ешкім оны бұза алмайды. Бірақ мұсылман дейтін атыңа кір келеді да сенің. Осы ма? Міне, қажылыққа барып келді, пәленбай ереді, 5 уақыт намаз оқиды, өтірік айтады, сөздерін тұрмайды, уәделерін тұрмайды деп айтып отқан сізді естіп жатсыздар ма? Бар. Қатты сол кезде жүрегің ауырады, намысыңа тиіп кетеді. Ана мұсылмандарымыз сол ма анау? Бастарынан орамал тағып алған, бірақ жыртың тиктокта жүр ғой ойдап, билеп жүр ғой дейді мысалға, кейбір қарындастарымызға қатысты. Бұл нені білдіреді? Біздің әлде де кейбір мәселеде осал жеріміздің, әлсіз жерлеріміздің бар екендігін, иманымыздың әлсіз, біліміміздің әлсіз бәлкім екендігін естиді, көрсетеді бауырлар. Сондықтан да көп-көп дұға қылайық, амал жасайық, қолдан келгенше иншалла сол тақуа пенделердің қатарынан болуға тырысайық иншалла. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла разы болсын.